Бәріне сәлем достар, бүгін сіздермен артқы топ сирақ бұлшықеттерінің анатомиясын талдайтын боламыз. Алдыңғы және латеральды топ сирақ бұлшықеттерінің анатомия сабағын жоғарыда көрсетілген сілтеме арқылы өтіп көрсеңіздер болады. Сонымен қатар каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сирақтың артқы топ бұлшықеттерінің беткей және тереңде орналасқан бұлшықеттері болады. Беткей бұлшықеттеріне сирақтың үш басты бұлшықеті және мускулус плантарис деп аталатын табан бұлшықеттерін жатқызамыз. Сирақтың үш басты бұлшықеті бізде балтыр бұлшықеттері, мускулус гастрохимиус және камбала тәрізді бұлшықет мускулус соулюстен тұрады. Мускулус гастрохимиус балтыр бұлшықеттерінің медиальды және латеральды бастары болады. Олар басталатын жері сәйкесінше ортан жіліктің латеральды және медиальды айдаршықтарынан басталып төмен қарай бағытталады да, сирақтың ортаңғы бөлігінде камбала тәрізді бұлшықетпен өзара бірігіп және сіңіршелері бірігетте төмен қарай бағытталып туберкальканейға барып бекиді, яғни өкше сүйегінің бұдырына барып бекиді және бұл жердегі сіңірді ахилл сіңірі деп атаймыз. Осы мускулус гастрохимиустың дәл астында бізде мускулус соулюс орналасқан, яғни камбала тәрізді бұлшықет. Бұл бұлшықет талшықтары бізде асықты жілік шыбығының басы мен асықты жіліктің артқы бетінде орналасатын камбала бұлшықетінің сызығы линия мускулус соулюстан басталып төмен қарай бағытталады да, жаңа айтқандай мускулус гастрохимиуспен бірігіп ахилл сіңірін түзеді. Яғни сирақтың үш басты бұлшықетінің негізгі қызметі тізе буынын иеді және аяқ басын иіп өкшені көтеруге қатысады. Келесі бұлшықет ол бізде табан бұлшықеті мускулус плантарис деп аталады, көбіне тұрақсыз рудиментальды деп атаймыз. Бұл бұлшықет басталатын жері латеральды айдаршықтан, сонымен қатар тізе буын қапшығының артқы бетінен басталып төмен қарай бағытталып өзінің сіңіршесі арқылы өкше бұдыры туберкальканейға барып бекиді. Тізе буын қапшығын керу қызметін атқарады. Мускулус соулюс камбала тәрізді бұлшықеттің астында бізде сирақтың тереңде орналасқан бұлшықеттері орналасады. Оның біріншісі мускулус поплитеус, яғни тақым бұлшықеті өзінің бастауын латеральды айдаршық, ортан жіліктің латеральды айдаршығынан басталып төмен қарай медиальды бағытта жүретте асықты жіліктің медиальды қапталына барып бекиді. Бұл бұлшықеттің қызметі сирақты иеді және ішке қарай бұрады. Сонымен қатар тізе буын қапшығын тарту қызметін атқарады. Келесі бұлшықет мускулус флексор дигиторум лонгус деп аталатын башпайларды бүккіш ұзын бұлшықет. Өзінің бастауын жоғарыда мускулус соулюстың дәл астынан басталады және бұлшықет аралық табақшадан басталып төмен қарай бағытталады да өзінің сіңіршесіне ұласады. Бұл сіңірше бізде мына жерде орналасқан ретинакулум мускулярис флексорум, яғни игіш бұлшықет білезікшесінің астымен өтеді де төмен қарай бағытталып төрт сіңіршеге бөлінеді. Ол сіңіршелер екінші және бесінші башпайлардың дистальды фалангтарының негізіне барып бекиді. Қызметі екінші және бесінші башпайларды бүгу қызметін атқарады. Келесі бұлшықет бас бармақ башпайын бүккіш бұлшықет мускулус флексор халицис лонгус деп аталады. Бұл бұлшықет бізде асықты жіліктің төменгі 3/2 бөлігінен басталып төмен қарай бағытталады. Жалпақша келген бұлшықет және өзінің сіңіршесі арқылы мына жерде орналасқан игіш бұлшықеттің білезікшесінен өтеді төмен қарай және де бізде бас бармақтың дистальды бақайшығының негізіне барып бекиді. Бұл бұлшықеттің қызметі бас бармақты бүгу қызметін атқарады. Келесі бұлшықет мускулус тибиалис постериор, асықты жіліктің артқы бұлшықеті. Бұлшықет талшықтары жоғарыда сүйек аралық жарғақтың артқы бетінен басталып төмен қарай бағытталады да өзінің сіңіршесі арқылы білезікшеден төмен қарай өтіп, бізде мына жерде қайықша тәрізді сүйек бар, сол жердің бұдырына тубероситас осис навикуляриске барып бекиді. Бұл бұлшықеттің қызметі
аяқ басын бүгу қызметін атқарады және сыртқа қарай бұру қызметтерін атқарады